Абзалдың Мадинаға басы кетті. Бүгін Абзал Мадинамен 1 минутта қасынан кетпей жүрді. Қосылайық жобасы басталғалы бері де эфирден тыс жерде де бірге суретке, видеоға түсті. Абзал Мадинадан мүлде кетпеді. Ол Мадинаға деген сезімін жасырмай, басқа қатысушыларға да айтты. Мадина да Абзалдан кетер емес. Мадина қызымыз Абзалды көргенде көзі жанды. Абзал да тек көзімен Мадинаға үнсіз қарап тұрды. Екі жүрек үнсіз көзбен сөйлесуде. Ақыры шыдай алмаған Абзал диванда отырған Мадинаға барып құмарлана қарады. Мұны көрген қатысушылар видеоға түсіріп алды. Сосын олар эфир кезінде бірге отыруға келісті. Абзал Мадинамен эфир басталмай тұрып, эфир кезінде де, тіпті қосылайық эфирі біткеннен кейін де бірге жүрді. Абзал Мадинаның үміткеріне тіпті ауыр сөздер айтты. Желі қолданушылары жарыса жазды. Мадина таңдаған тазға жолығады дейді. Ер жігіт бөлген көңілді гүлді менсінбеп едің. Ал көр Абзалды мүлдем гүл бермейді. Сол машинада да жүресіңдер сол көңіл бөлген. Мадинаның мінезі тура Сара сияқты Абзалға поэтому ұнап қалған сияқты. Мадина саған осы Абзал лайықты. Біраз тіліңмен авария болғанда ұйықтатып тастайды. Абзал Мадинаға көңіл бар, Мадина тоже қырындап қойып жатыр ғой. Мадина жаным осы Абзалға жоламашы, өтініш. Бұрынғы эфирлерді бір қарап шықша Абзал Сара деген эфирдерді. Саған лайық жігіт емес. Береги себя и свои нервы. Абзал Харди, нағыз краш, Айсұлтан, мақсат дегендерді таптап өтеді. Нағыз жігіт, менің жарым болсын дейтін азамат. Абзалда түк қасиет жоқ. Бір қызды алдап аласын деп сырға салып, енді қайсы бетімен келіп отыр. Есі бар қыз таныспайды. Абзал осы отырған жігіттерді орнына қойшы ұрыстырмай, деп жарыса жазды желі қолданушылары. Абзал мен Мадина қосыла ма?